Заң және тәртіп жобасы аясында Шалқар ауданы әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия мен Шалқар аудандық полиция бөлімінің ұйымдастыруымен сталкингті тоқтат тақырыбында форум-диалог форматындағы кездесу өтті. Шара жәбірленушілерді қорғау мен оларға көмек көрсетудің қолжетімді тетіктері туралы хабардар ету деңгейін арттыруға бағытталды. Науқан қоғамдық санада зорлық-зомбылықтың кез келген түріне нөлдік төзімділік қағидатын орнықтыруды көздейді. Кездесу барысында жәбірленушінің еркінен тыс қудалау және бұл қылмыстық кодекстің 115 бабы 1 тармағына сәйкес дербес қылмыс болып табылатыны түсіндірілді. Мемлекет басшысының заң және тәртіп қағидатын іске асыру аясында аудандық мәдениет үйінде сталкингті тоқтатты форум өткізілді. Форумға 16-30 жас аралығындағы жастар, оқушылар, заң өкілдері, психолог мамандар шақырылды. Форумды өткізудегі мақсатымыз қылмыстық кодекске жаңадан енгізілген сталкинг бабы бойынша түсінік беру, одан сақтану жолдарына ашық әңгіме құру.